Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге құрамына небәрі 3-ақ зат кететін, үйдегі бар заттан жасалынатын сырдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер, ең маңыздысын соң жағында айтатын боламын. Ең алдымен бізге қолдың сүті қажет болады. Егер де қолдың сүті болмаған жағдайда, дүкендегі тетрапакеттегі сүтті қолдана берсеңіздер болады. Және сүттің қайнап, қайнамауы қатты маңызды емес. Қайнаған сүтті де, қайнамаған сүтті де қолдана берсеңіздер болады. Мен 2 литр сүтті қолдандым. 1 литрі, яғни қолдың сүті, 1 литрі дүкендегі тетрапакеттегі сүт. Енді сүтімізді газымызге қойып, қатты қайнап кетпей тұрған кезде қосатын заттарымызды дайындап аламыз. 4 осындай жұмыртқа, орташа көлемдегі жұмыртқаларды жарып ыдысымызға салып аласыздар. Және де дүкеннің 20% қаймағын 4 ас қасық жұмыртқаның үстінен салып аламыз. Кішкене шым-шым тұз қосып алып, барлығын бір келкі масса болғанша араластырып аласыздар. Егер де сүттеріңізді көбейтіп 4 литр немесе 6 литрден жасайтын болсаңыздар, арасына қосатын заттарды көбейте бересіздер. 4 жұмыртқаның орнына 6 жұмыртқа, 4 ас қасықтың орнына 6 қасық деген сияқты көбейтіп жасай бересіздер. Осылай қоймалжың бір келкі масса болған кезде сүтіміздің үстінен құйып тоқтатпай араластырып тұрамыз. Жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін, сол үшін осылай араластырып тұрғандарыңыз дұрыс, және де түбіне жабысып қалмайды. Шамамен 3-4 минуттай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін отымыздың астын жай қойып 20-25 минуттай сүтімізді қайнатып аламыз. Сары су мен ірімшігі бір-бірінен бөлінген кезде оттың астын өшіре берсеңіздер болады. Және де ыстықтай дереу сүзіп алуымыз қажет, себебі ірімшіктердің басы бірікпей қалуы мүмкін. Содан кейін осылай електің көмегімен сүзіп алсаңыздар болады. Және мынандай ақ матамен немесе марлемен, орамалмен кез келген сүзілетін затты қолдана бересіздер. Мен өзім осындай үйде ақ орамал бар екен, соны қолданып сүзіп алдым. Осылай астына ыдыс қойып қойсаңыздар оңай сүзілетін болады. Және де түбіндегі қалып кеткендерін қырып қосып жерсеңіздер де болады. Енді ақ орамалымыздың басын біріктіріп, суын толығымен сығып тастауымыз қажет. Ірімшіктің арасында сары суы жүретін болса, басы бірікпей қалуы мүмкін. Сол үшін барынша суын сығып тастағандарыңыз дұрыс. Және де сары суды төгіп тастамайсыздар, ол қажет болады. Қазір видеоның соңында барлығын түсіндіріп айтып өтетін боламын. Енді толығымен суы сығылған ірімшігімізді ыдысымызға салып, үстінен ауыр затпен бастырып қоямыз. Және мынандай кішкене ақ орамалымыздың басын бұрап қойсаңыздар, ірімшіктің басы қатты бірігетін болады. Шамамен 5-6 сағатқа қойып қоямыз, үстінен ауыр зат қойып. Енді таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқа және 4 ас қасықпен қантты қосып, барлығын араластырып аламыз. Қанты ерігеннен кейін үстінен сұйық май қосып, барлығын араластырып аласыздар. Бағана сары суды төгіп тастамаңыздар дедім. Сары суды ыдысымызға ыстықтай құйып аламыз, сонда қанты жақсы еритін болады. Мен 2 литр сүттен шыққан сары судың барлығын қостым. Және де електен өткен ұнымызды және қамыр қопсытқышты қосып, барлығын қоймалжың түйіршігі қалмаған масса болғанша араластырып аласыздар. Және осы кезде табамызды отымызға қойып, астын қыздыра берсеңіздер болады. Қоймалжың масса болған кезде осылай табамызға құйып, блинчиктерімізді жасап шыға береміз. Керемет блинчик болып шығады. Ең бастысы табаларыңызды басында қатты бір қыздырып алып, одан кейін орташа отқа қойып отырып пісірсеңіздер, осылай тесік-тесік болып шығады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Ең бастысы ешқандай да ысырап болмайды. Және де керемет блинчикпен керемет сыры жасалынып шығады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Блинчиктеріңіз арасы тесік, табаға жабыспай жұқа болып пісуі үшін сүт немесе сары суларыңыз ыстық болса, қанты толық еритін болады. Және де бұл жерде табаның да рөлі маңызды. Жақсы таба болатын болса, ешқандай да жабыспайды. Барлықтарыңыз менің нұсқаммен жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Видеом пайдалы болса, парақшама тіркеліп қойыңыздар, және де қоңырауша белгісінде басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа видео рецепттермен де бөлісіп отыратын боламын. 5-6 сағаттай осылай тұрған сырымызды енді ыдысынан бөліп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай керемет болып шығады. Холодильникке қойып 4 сағатқа қойып алсаңыздар да болады. Барлықтарыңыз осылай жасап көріңіздер. Сырларыңыз керемет болып шығады. Басы бірігіп, қонақ күткен кезде де дәл осылай жасасаңыздар болады. Менің видео рецептім пайдаңызға жараса, парақшамды қолдап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы дүниелермен бөлісіп отырамын. Және де YouTube каналымда пайдалы дүниелермен бөліскенмін, көрсеңіздер болады.